Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз текше, яғни куб. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты текшенің жазбасын дайындауды және оның моделін жинауды үйренетін боламыз. Текше ол барлық жақтары шаршы болып келетін көлемді фигура. Ал шаршы дегеніміз ол қабырғалары өзара тең тік төртбұрышты айтамыз шаршы деп. Осы шаршының барлық көлемі бірдей болып келсе, оны текше деп айтамыз балалар. Енді мынау сызылған шаршыға қараңдар. Бұл жерде текше сызамыз қазір төбесі және екі бүйірі. Мінекей балалар, осылай шаршыдан текше сызуға болады. Ал енді мына суретке қараңдар балалар. Бұл жерде текшенің төбесі, қыры және жақтары болады. Оңай болу үшін келесі суретке қараймыз. Бұл жерде 6 түрлі түс берілген. 2 қызыл, 2 жасыл, 2 сары. Бұл текшенің 6 жағы. Ал текшенің 12 қыры болады екен. 12 қыры дегеніміз, мен сіздерге нүкте бойынша айтайын. Мына суретке қараңыздар. Бұл жерде қазір текшенің қырларын айтып өтеміз. Бұл жерде А мен К текшенің бірінші қыры, ал Д мен Н текшенің екінші қыры. Дәл осылай нүктелерді біріктіріп тұрған кесіндіні текшенің қыры деп айтамыз. Яғни нүктелердің қосындысы. Ал балалар, текшенің 8 төбесі бар дедік, төбесі деп текшенің асты мен үстін айтамыз. Ал енді бұл жерде К, Л, М, Н текшенің төбесі, А, В, С, Д бұл да текшенің төбесі болып есептеледі. Енді сонда балалар санайық. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 төбесі бар. Яғни үстінде 4 төбесі, астында 4 төбесі бар. Демек, текшенің 8 төбесі бар екенін анықтап алдық. Ал енді бізге бірінші тапсырмада фигураларды ата деп тұр. Бұл жерде әр түрінен қанша фигура бар дейді. Бұл жерде қараймыз балалар, 2 текше және 2 дөңгелек берілген. Яғни 4 фигура берілген. Бұл жерде екеуі текше, бірде 2 текше, бірде 2 дөңгелек берілген екен. Енді сіздерде сұрақ пайда болды. Текшенің жақтары жайында не айтуға болады? Текшенің жақтары өзара тең бе? Яғни балалар, бұл жерде текшенің жақтары өзара тең болады. Себебі біз жаңа айтып өттік қой. Текшенің қабырғалары, шаршының қабырғалары бірдей болады. Сондықтан текше де қабырғалары, жақтары бірдей болады. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде текше туралы біліміңді пайдалана отырып, түтіктер мен ермексаздан текшенің моделін жасайық. Ал мына суретке қараймыз. Бізге қолымызға ақ парақты алайық. Осы ақ парақты бірдей етіп 6 шаршы сызамыз ақ параққа. Бұл жерде шаршылардың бірдей болуын қадағалаңыздар балалар. Енді осы шаршыларды 3 түрлі түске бояймыз. Яғни екеуін жасыл, қызыл және екеуін сары, ашық қызыл түске бояймыз. Алды мен артын жасыл түске, екі жәнін қанық қызыл түске, үсті мен астын ашық қызыл түске бояп, осы қағаздарды біріктірсек, бізде текше пайда болады екен. Енді балалар,
түтікше мен ермексаздан жаса деп тұр. Яғни бұл жерде ол үшін бізге 12 түтік қажет болады, яғни бұл текшенің кесінділері. Сосын 6 ермексаз қажет болады бізге. 12 түтікті 12 шетіне қойып, оған ермексазымызды, 6 ермексазымызды жапсырсақ, бізде текшенің моделі пайда болады екен.